Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жеңіл, жасалу жолы өте оңай бауырдан салат әзірлейміз. Ауызашарға арнап жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бауырымызды жақсылап пісіріп аламыз. Пісіріп алған бауырымызды шандыр, керек емес жерлерін алып тастаймыз. Осылай керек емес жерлерін алып тастадым. Бауырларымызды жіңішке ұзынша ғып, салонға ғып турап аламыз. Осылай бауырларымызды ұзынша ғып, салонға ғып, қатты қалың да болып кетпесін. Осылай бауырларымды турап алдым. Енді тарелкамызды алып, турап алған бауырларымызды тарелкамызға салып аламыз. Осылай салып алып, дұрыстап, енді салат жапырақтарымызды жақсылап жуып кептіріп алып, ұзынша ғып салат жапырақтарымызды турап аламыз. Салат жапырақтарын салаттың листіміз қоссаңыздар, дәмі өте әдемі болып шығады. Осылай ұзынша ғып турап, сәл үстінен тағы майдалап, тарелкамызға саламыз бауырымыздың қасына. Осылай салып алдым. Енді қызанағымызды жақсылап жуып алып, қызанақтарымызды, помидорларымызды ұзынша ғып майдалап турап аламыз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Үйдегі адам санына қарай жасай бересіздер. Мен 2 тарелка жасадым осы рецептпен. Осылай қызанақтарымызды турап, тарелкамызға салып алдым. Енді пісіріп алған жұмыртқамызды да ұзынша ғып турап алдым. Осылай жұмыртқаларымызды турап алып, тарелкамызға салып шығамыз. Жұмыртқамызды салып алдым. Осылай дұрыстап алдық. Енді тұздалған қиярымызды алып, ұзынша ғып турап аламыз. Осылай мен тұздалған қиярдың майда түрін пайдаландым. Әрі ұзынша майда ғып турасаңыздар, әдемі көрінеді салатымыз. Әрі дәмі де керемет болады. Міндетті түрде тұздалған қияр қосыңыздар. Осылай тұздалған қиярларымды турап алдым. Енді тарелкамызға саламыз тұздалған қиярымызды. Осылай тұздалған қиярымызды салып алып, дұрыстап аламыз. Бізге енді кукуруз қажет. Мен осы түрін пайдаландым. Кукурузымызды қосамыз консервідегі. Осылай кукуруздарымды қосып алдым. Салатымыздың мен осы 2 түрде әзірледім. Енді үстінен сәл тұз қосамыз. 2 салатымызға да 2 түрде жасалған. Осылай тұзымды қосып алдық. Енді майонезімізді алып, ортасына майонезімізді және екінші түрдегі жасалған салатымыздың осылай сәндеп шықсаңыздар да болады. Осымен кереметтей бауыр салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте әдемі әрі жеңіл салат. Ауызашарға арнап жасасаңыздар өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.